Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге костный бульон дайындап көрсететін боламын. Өте пайдалы денсаулыққа. Кез келген қойдың, сиырдың, жылқының сүйектерінен жасасаңыздар болады. Мен осылай дайындап аламын. Яғни жілік сүйектері болса тіпті жақсы, мынандай жілік майы болса ішінде. Еттерін кесіп фаршқа қолданамын да, осылай сүйектерін пакеттерге салып дайындап қоямын. Сөйтіп костный бульонды қайнатамын. Костный бульонды қалай қайнатамыз? Яғни сүйектерімізді ең алдымен жақсылап жуып аламыз. Содан кейін қазанымызға салып бір қайнатып аламыз. Сүйектің бетін жабатындай су құямыз. Сөйтіп бір қайнағаннан кейін суын төгіп тастаймыз. Суын төгемізді қайтадан су толтырып отқа қоямыз. Қайнайды, қайнағаннан кейін пенасын алып тастаймыз, көбігін. Содан кейін 24 сағат қайнатамыз. Міне біздің қазанымыз қайнады. Бұл бірінші суымыз. Қазір мен бұны төгіп тастаймын. Қайтадан су толтырып, газға қайтадан қойып қайнатамын. Міне біздің сорпамыз екінші рет қайнады. Аз ғана көбік шықты. Оны алып тастадым көбікті. Бірінші қайнағанда көбік өте көп шыққан. Себебі сүйектегі, еттегі қанның барлығы сол көбік болып шығады. Оның барлығын біз төгіп тастау арқылы, екінші рет су құю арқылы жаңартамыз. Сондықтан аз ғана көбік шығады, оны да алып тастайсыздар. Және мынандай яблочный уксус аптекаларда немесе магазиндерде сатылады. Осыдан аз ғана мөлшерде құйып қоясыздар сорпаға. Бұл не үшін қажет бізге? Себебі яблочный уксус осы сүйектегі коллагенді барлық пайдалы элементтердің барлығын осы сорпаға алып шығады. Яблочный уксусымызды қостық, және мынандай горошек перецті де саламыз, және лавр жапырағын саламыз. Лавр жапырағын салдық, және бетін жауып, баяу отта сутка қайнатамыз. Міне қыздар, біз кеше костный бульонды қайнатқан болатынбыз. Тура мына 24 сағат болды қайнағанына. Сорпамызды өшірдім, және де сүйектердің барлығын сүзіп алдым. Кеше сүйектердің көрінісі басқаша болған. Бүгін міне қараңыздар, жабысқан еттің барлығы сылынып түсіп қалған. Сүйектер міне осылай сынған. Тіпті міне асыққа дейін жүр ішінде. Бастарының барлығы ажырап, осындай майда бөліктерге бөлініп сынған. Яғни бұл не деген сөз? Бұл сүйектегі барлық пайдалы заттардың барлығы сорпаға шыққан. Яғни минералдар, ақуыз, түрлі витаминдер барлығы осы сүйектен бөлініп сорпаға беріледі. Міне біздің костный бульонымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай түсі қанық, сап-сары, ұзақ қайнағаны бірден көрініп тұр. Аппетитті ашады. Тұмауратып ауырып қалған кездерде өте көп пайдасы тиеді. Яғни тер шықпайтын адамдардың өзінен терді шығарады. Түрлі токсиндер сол термен бірге кетеді. Иммунитеттеріңізді көтереді. Өзім бұл сорпаны жиі дайындаймын, және отбасы мүшелеріме жиі ұсынамын. Себебі бұл сорпада өте көп минералдар, ақуыз, коллаген, түрлі витаминдер бар. Біздің сүйектеріміз, буындарымыз мықты болу үшін біз осындай пайдалы тағамдарды тұтынуымыз қажет. Және де мына бет терісі, тырнақ, шаш деген нәрселер тез қартаюға бейім. Сондықтан өз қалпында сақтау үшін бұл жерде коллаген бар. Сол коллагеннің көмегімен біз жаңағы тырнағымызды, шашымызды, бет терімізді өз қалпында ұзағырақ ұстауымызға септігін тигізетін сорпа. Сондықтан рациондарыңызға қосыңыздар.
кеңес беремін, өте дәмді сорпа, және бұл сорпаның ерекшелігі морозильникте ұзақ сақталынады. Яғни біз мысалы бір қазан сорпа қайнаттық, оның барлығы бөлме температурасына жеткен кезде пластикалық ыдыстарға құйып морозильникке жіберетін боламын. Кез келген уақыт тығыз кезде, қолым тимей жатқан кездерде сорпаны алып, ысытып, көкөністерді қосып, ыстық тағамды аз уақытта дайындап жіберемін. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліңіздер, жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер.